Біз не істеуіміз керек? Тәуратта не жазылған? Онда не оқып жүрсің? Құдай еңді шын жүректен, бүкіл жан дүниеңмен, бар күшіңмен, ақыл ойыңмен сүй. Және өзіңді қалай сүйсең, маңайында кісіні де солай сүй. Дұрыс айттың, осылай істесең мәңгі өмір сүресің. Маңайымдағы кісі кім? Ана жасаулы емес. Ал Римдік патшашы. Бір адам жолаушылап Иерусалимнен Иерихонға беттепті. Жолда қарақшылар жаралап, киімін сыпырып алыпты да шалажансар күйінде тастап кетіпті. Сол жолмен келе жатқан бір діни қызметкер әлгі адамды көреді де жанынан өтіп жүре береді. Дәл солай ғибадатхана қызметшісі де сол жолмен келе жатады. Жаралы адамға бір қарап, ол да тоқтамай өте шығады. Ал самариялық бір жолаушы әлгі адамның жанына келіп, сорлы бейбақты қатты аяп кетеді. Самариялық жолаушы оның жарасын таңып, есегіне мінгізіп, мейманханаға алып келеді, түні бойы күтіп бағады. Кетерінде ауруға бас көз боп қамқорлық жаса деп, мейманхана қожайынына 2 күміс теңге береді. Қайтып келген соң барлық шығынын төлеймін дейді. Ал енді осы тоналған бейбаққа жаңағы үшеуінің қайсысы маңайындағы кісі болды? Жақсылық көрсеткені жақ. Дәл осылай істейтін болыңдар.